Қалыңыз қалай? Сәлем, күшті. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Өзіңіздің хит көйлегіңізді киіп алдыңыз ба? Иә, хит көйлегім. Осыдан басқа көйлек жоқ деп жаздыққа бәрі. Жалпы көңіл күйіңіз жақсы. Эфирге дайынбыз. Күшті, ұйқым қанды. Ұйқыңыз қанды. Ақмарал, сіз арақашықтағы махаббатқа сенесіз бе? Жоқ, вообще сенбеймін. Неге? Потому что енді мен білмеймін ғой, оны ар жақтан не істеп жүргенін, кіммен сөйлесіп жүр, кіммен кездесіп жүргенін, например, ол да мен білмейді, бірақ не істеп жүргенімді. Сол үшін лучше қасында жүріп, вниманиесін бөлген жақсы сияқты менің ойымша. Ондай басыңыздан өткен бе еді? Арақашықтықта ма? Вообще. Мен сразу очевать етсем, ондай болса, давай деп. Даже мен армиядан күтпеймін. Ой, қиын екен онда. Иә, менімен қиын. Так, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Мен бүгін ертерек жатып ұйықтайын деп жатырмын, потому что 3 сағаттық ұйқымен жүрмін уже 2 күн қатарынан да. И көп адамдар негізінде жазған екен комментарийлерге мықты қатты семіріп кеткен екенсің. Негізі мен комментарий оқи бермеймін. Бірақ та енді 1-2 примерно көзім шалып қалды и өзім тоже қарадым. Мен реально капец семірген екенмін, оказывается. И ол эфирде, енді бұрынғы эфирдегі видеолармен қарасам, бұрынғы эфирдегілерді қарасам и қазіргіні қарасам, реально капец қосқан екенмін. Сол үшін ертеңнен бастап мен кәдімгідей өз-өзімді қолға алып арықтау керек деп шештім. Солай. Так что, и так өзімді білем, то, что мен семіріп кеткенімді, потому что менде гормональный сбой болды, нагрузкіден, спортпен айналысқандықтан. И оны қайтадан оны білетін адамдар біледі, оны қайтадан восстановить ету енді көптеген уақытпен шыдамды, қаншама нәрселерді талап ететін нәрсе болғандықтан енді тап қазір прям арықтап кететіндей возможность жоқ, но амалдап қаншама дәрілер ішіп жатырмын, то что осы гормональный сбойды кетіру үшін, например, да. Мен вообще жазда 90 килограмм болған болатынмын. Қазір уже кішкене өз-өзіме қарап, үйтіп енді бәрін постепенно айта алмаймын, но солай 90 килограммнан уже 84-ке түскен болатынмын. Ендігі менің вообще алдыға қойған мақсатым вообще бұрынғыдай 70 килограмм или 68 килограмм болу. Но енді алдағы уақытта көре жатамыз оның барлығын. А так басып кесіп айтып ештеңе айта алмаймын. Тоже өзімнің де иногда самооценкам түсіп кетеді, то, что я толстая, да. И вот. Так, всем привет, қалдарың қалай? Алматыда күн жылы. Онда бір тоңып келе жатқан жоқ, бірақ басым нереально ауырып келе жатыр. Білмеймін неге екенін. Енді қаншама жарты сағаттан бері жаяу жүріп келе жатырмын. Потому что эфирді қарасам, кәдімгідей семіргенім көрініп тұр екен да. Содан кішкене настроением болмай, лучше күнде жаяу жүрем деп шештім. Солай. И так тамақты азайттым. Енді жаяу жүруді көбейту керек. Қалыңыз қалай? Всем привет, жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Жақсы. Айылым, сіз арақашықтағы махаббатты әлсіретеді деп ойлайсыз ба, әлде керісінше күшейте ме? Жалпы сенесіз бе сондай бір махаббатқа? Жоқ, так отношения на расстоянияға жақындағы сенбеймін, екі сияқты барлығы. Өйткені сен мысалы білмейсің ғой, 1 жылға кетті ме, 2 жылға кетті ме. Ол жүреді, бір-бірлерінің жандарында болмағаннан кейін білмейсің ғой, не істеп жүргенін. Мысалы, измена жасайды шығар. Сондықтан наоборот ол дүние суықтатады сияқты. Или андай болуы да мүмкін, мысалы, бұрыннан бері жүріп келе жатып, одан кейін 1 айға бір арақашықтық болса, это нормально, көп уақыттағы арақашықтық.